Қан тамырларымызды тазартатын және инфаркт қаупін азайтатын 5 тағам туралы білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, комментарийіңізді қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Бұл өнімдер пайдалы ғана емес, сонымен қатар дәмді. Қан тамырларын тазартады және қан ұю қаупін азайтады. Ең алдымен қарбыз. Жердегі ең үлкен жидек жыл бойы сатылмайды. Бірақ өз маусымында қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын түсіргісі келетіндерге тұтынуға тұрарлық өнім. Қарбыздың құрамында L-цитрулин бар. Бұл организмде азот қышқылының пайда болуына ықпал ететін амин қышқылы. Ол қан тамырларын кеңейтеді. Қызанақ. Барлығына сүйекті қызанақтар магнийге бай. Бұл жүрекке пайдалы әсер етеді. Қызанақтың құрамында қан тамырларына пайдалы ликопен де бар. Тек қызанақтың өзі ғана емес, сонымен қатар табиғи қызанақ шырыны да пайдалы. Анар. Бұл жемістің өзі жүрекке оның шырынынан көру өте пайдалы болып келеді. Сонымен қатар анар жүрек пен қан тамырлары ауруларының алдын алуға арналған ең жақсы жеміс болып саналады. Өйткені ол қанды сұйылтып, холестерин деңгейін оңтайлы етеді. Балық. Жемістер мен көкөністерден біз ақуызды тағамға көбірек ауысамыз. Балықтың құрамында белок көп. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары жүйесіне емдік әсер ететін омега-3 май қышқылдары бар. Сондықтан сіздің үстеліңізде балық болуы керек. Омега-3 көпшілігі лосось балықтарында көп кездеседі. Жаңғақ және зәйтүн майы. Сіз Еуропа елдердің қайсысында жүрек қан тамырлары жүйесінің проблемалары бар тұрғындардың ең аз пайызы қай елде екенін білесіз бе? Ғалымдар бұл елдің Греция екенін анықтады. Ал кейде олар жасыл жапырақтыларды қосып, салатқа біріктіреді. Бұл өнімдер қан тамырлары мен жүрекке өте пайдалы әсер етеді. Құрметті көрермендер, ал сіз тамырларыңызға арнап пайдалы қандай өнімдерді тұтынасыздар?